Ассалаумағалейкум, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сәуір айының 18-ші жұлдызы. Міне осы қазір біз диханшылар одағын құру мақсатында қазір осы Алматыдан келіп жатқан жаңағы тюльпанмен айналысатын Әнуар бауырымызбен 3-4 күн болды. Оңтүстік өңірдегі жылыжайларды, шаруа қожалықтарды аралап, міне өздеріңіз білесіздер, Самат Сұлтанов деген ағамыздың подпленка егет, қиярды жылда шығарады. Былтыр бұндай кезде бұл кісі өнім теріп жатқан. Биыл көріп тұрсыздар, негізі кішкене ауыл шаруашылығында егістік алқаптар кішкене көгерісте аз болып тұр, күн салқындау болып тұр оның үстіне. Міне осындай подпленка кішігірім 40 соттықтан сондай жерлерден 20-30 тоннаға жуық өнім алады негізі жоспарда биыл, Құдай қаласа. Осы жердің өзінен